бермейді. Арба ажайып ысык көлім, неміріп мерім төгіп жатқандайсың. Ардайым сенің жиегіңе сасықтанып, сені сағынып келем. Сен чоқысы асман тіреген, асқасынан аққар, көк мұз, жайдыр қыштыр кетпеген, Алатауының қойнындағы көлсің. Ине үшін сені қырғыз бермети атап қойышты екен. Неге берметтен ине? Бермет сұлу, таза, қымбат балы таш екен да. Сен дағы ардайым таза, сұлу, жана дүниедегі ең чоң көлдерден болу. Ошондуктан сени кыргыз бермети атап коюшкан туура. Ажайып көркүм жөнүндө жазуучулар көркөм чыгармаларын жазса, режиссерлор, кино тартып, музыканттар музыка арнап, акындар сырдаш, муңдаш, жолдош болуп билишкен. Эсиңдеби Алкулдун саарнаган саптары? Ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Жолдош күтсөм дагы бир сырды сендей жолдош күткөн жокмун. Биз сенин тазалыгың жана ардайым бар болуш үчүн кам көрөбүз. Ысык көл, мен сени сүйөм жана сен менен сыймыктанам.